This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Рахмет. Әлемдегі ең мықты университеттердің бірін тәмамдап жатқан түлектердің алдында сөз сөйлеу мен үшін үлкен құрмет. Өз басым ешқандай колледж бітірмегенмін. Шынын айтқанда, колледж бітіруге жақын қалған кезім осы сөз сөйлеу ғана шығар. Бүгін мен өмірімде болған 3 оқиғамен бөліскім келіп тұр. Бар болғаны сол, айтарлықтай ештеңе емес, тек 3 оқиға. Бірінші оқиға нүктелерді өзара байланыстыру туралы. Мен Рид колледжін 6 ай ғана оқып тастап кеттім, бірақ одан кейін 18 ай колледжді айналшықтап жүрдім десе де болады. Сонымен сұрақ. Сонда мен колледждегі оқуымды неге тастап кеттім? Бұл оқиға мен дүниеге келмей тұрып басталған. Мені құрсағында көтеріп жүрген туған анам ол уақытта тұрмыс құрмаған колледж түлегі болатын. Сол себепті ол мені жақсы адамдардың қамқорлығына асырауға беруді қалады. Туған анамның мені асырайтын адамдарға қойған бірінші талабы олардың жоғарғы оқу орнын бітіру еді. Сонымен мені асырауға бір заңгер мен оның жұбайы дайын болды. Алайда мен дүниеге келгенде олар қыз баланы асырағысы келетінін айтқан. Содан кейін күту тізіміндегі келесі жұпқа, яғни менің ата-анама түн ортасында бізге күтпеген жерден бір ұл бала келді. Алғыларыңыз келе ме деген сұрақпен қоңырау шалады. Олар әрине иә деп жауап берген. Биологиялық анам кейіннен анамның жоғарғы оқу орнын, ал әкем тіпті мектепті бітірмегенін біліп қояды. Сол себепті ол соңғы асырап алу құжаттарына қол қоюдан бас тартады. Бірнеше ай өткен соң, ата-анам менің міндетті түрде колледжде оқып шығатынымды уәде еткеннен кейін ғана анам кішкене жұмсарып келісімін берген. 17 жыл өтіп, менің колледжге түсетін уақытым келді. Аңқаулығым болар, мен оқу ақысы Стэнфордтағыдай колледжді таңдап алдым. Жағдайы орта отбасына жататын ата-анамның барлық жиған тергені менің оқуымды төлеуге кетті. Колледждегі алғашқы 6 айдың өзінде мен уақытымды бос өткізіп жүргендей болдым. Мен ол кезде немен айналысқым келетінін және оны анықтауға колледждің қалай көмектесетінін білмедім және түсіне алмадым. Оның үстіне ата-анамның өмір бойы жинаған ақшасын жұмсап жүргенім қосымша салмақ болды. Сол себепті мен колледжді тастап барлығы колледжсіз-ақ жақсы болады деп ойлауды ұйғардым. Негізі сол уақыт өмірдегі қорқынышты кезеңдердің бірі болды десем болады. Бірақ қазір ойланып қарасам, өмірімдегі ең дұрыс шешімдерімнің бірі де сол болған екен. Оқуды тастағаннан кейін мен қатысуға міндетті сабақтарға емес, өзіме қызық болған лекцияларға бара бастадым. Бәрі ойдағыдай керемет болған жоқ әрине. Жатақханадағы достарымның бөлмесінде еденде ұйықтадым, ал тамақ сатып алу үшін Кока-Кола бөтелкелерін 5 центке өткізіп жүрдім. Әр жексенбі сайын түнделетіп қаланың басқа шетіне 7 миль жүріп аптасына бір күн болсын ыстық тамақ ішу үшін арнайы ғибадатханаға баратынмын. Ол жердің тамағы маған ұнайтын және осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерім болсын, тап болған жағдайларым болсын, барлығы қызығушылығым мен түйсігіме жүгінгеннің арқасы. Қазір оған бір мысал келтірем. Сол кезде Рид колледжі елдегі ең үздік каллиграфия курсын ұсынған колледж болған шығар. Кампустағы әр постер, плакат, жәшіктегі белгішенің өзі өте әдемі, каллиграфия өнерінің нағыз туындысы болатын. Оқудан шыққалы басқа студенттер қатысуға міндетті сабақтарға менің қатысуым міндетті болмады. Сол себепті мен каллиграфия өнерін меңгергім келді. Қаріптер мен оюлы таңбалар, әріптердің түрлі комбинациясын қолданғанда олардың арасында қалатын орын туралы білдім. Жалпы каллиграфияны осындай әдемі еткеніне деген сұраққа жауап іздеуге тырыстым. Бұл өнерді менің ойымша ғылым сипаттай алмайтын әдемі, көрнекі және тарихи деп айтуға болады. Мені қызықтырғанда осы ерекшелік болуы керек. Сол кезде үйренгендерімнің ешқайсысын мен нақты өмірде қолданып үлгермедім де, бірақ 17 жыл өткеннен кейін алғашқы Macintosh компьютерін жасау барысында оқығанымның барлығы ойыма түсті. Нәтижесін өздеріңіз де білесіздер. Mac типографиясы көрнекі алғашқы компьютер. Мен колледжді тастап каллиграфияға қызықпағанымда Mac компьютерінде бірнеше қаріп немесе пропорционалды орналасқан қаріптер болмаушы еді. Ал Windows Mac-тың көшірмесін жасай салған ескерсек, жалпы дербес компьютер атаулысында қаріптер болмаушы еді. Колледжді тастамағанымда мен каллиграфия лекцияларына қатыспаушы едім. Қазіргі дербес компьютерлерде қаріптер мүлде болмаушы ме, кім біледі. Әрине, колледж уақытында мен бұл жағдайлар өзара байланысты деп ойламадым, бірақ 10 жыл өткеннен кейін артқа қарасаң, байланыс анық екені көрініп ақ тұр.
Ол оқиғаларды болашаққа қарап болжай алмайсыз, тек тарихты есіңізге сүріп, өткеніңізге көз салғанда ғана сабақтастыра аласыз. Сол себепті қазір өміріңізде болып жатқан жайттар болашақта сіз күтпеген жерден өзара байланысатынына сенуіңіз керек. Түйсік, тағдыр, өмір, тылсым, әйтеуір бір нәрсеге сенуіңіз керек. Тәжірибемде осы әдіс маған қатты көмектесетін. Және өмірімдегі өзгерістердің барлығы дәл осы әдіске сүйенгенімнің нәтижесінде жүзеге асты. Екінші оқиға. Махаббатпен айырылу туралы. Менің жолым болды. Қандай кәсіппен айналысқым келетінін ерте түсіндім. Воз екеуміз мен 20-да болғанда Apple компаниясының жұмысын біздің үйдің гаражында бастадық. Тынбай жұмыс істеп 10 жылдың ішінде Apple гараждағы 2 жұмысшыдан 4000-нан астам қызметкері бар 2 миллиардқа бағаланатын компанияға айналды. Біз жақында ғана ең үздік туындымыз Macintosh'ты халық назарына сұндық. Ал одан 1 жыл бұрын мен 30-ға толдым. Содан соң мені жұмыстан шығарып жіберді. Өзің құрған компаниядан сені қалай жұмыстан шығарады дейсіз бе? Apple ұлғая бастаған кезде біз компанияны менімен бірге басқара алатын талантты адамды жұмысқа алдық. Алғашқы уақытта барлығы расымен ойдағыдай болды. Бірақ кейін біздің болашаққа қатысты көзқарасымыздың сай келмеуінен жиі кикілжіңдер туа бастады. Сондай кездердің бірінде директорлар кеңесі оның жағына шықты. Сонымен 30 жасымда мен өз компаниямнан жұмыстан шығып қалдым. Және бүкіл халықтың алдында. Осылай ересек өмірімнің мәніне айналған нәрседен айырылып қалдым. Оның әсерін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Кейінгі бірнеше ай немен айналысатынымды білмей жүрдім. Маған берілген эстафета таяқшасын түсіріп алғандай, алдымыздағы кәсіпкерлер буынын жерге қаратқандай сезімде болдым. Дэвид Паккард пен Боб Нойспен кездесіп, барлығын осылай білдіргенім үшін кешірім сұрадым. Ол расымен бүкіл халықтың көз алдында болды. Тіпті силикон алқабынан бас ауған жаққа кетіп қалғым келді, бірақ барлығын тастап кетуіме бір нәрсе кедергі болғандай болды. Себебі мен әлі де өз жұмысымды жақсы көретінмін. Apple компаниясының жұмысы менсіз еш өзгерген жоқ. Иә, мені жұмыстан шығарды, бірақ мен бәрібір жұмысымды жақсы көрдім. Сол себепті мен бәрін басынан бастауды ұйғардым. Қазір ойлап қарасам, Apple-дан қуылған сәт өмірімдегі ең қуанышты жағдайлардың бірі бопты. Ол кезде әрине бұлай ойламадым. Apple-да жұмыс істеп жүргенімде мен аты шығып үлгерген кәсіпкер болатынмын және үлкен жауапкершілік сезінетінмін. Ал өз компаниямнан қуылғаннан кейін мен мансабын енді бастап келе жатқан өзіне сенімді емес азаматта болатын жеңілдікті сезіндім десем болады. Дәл осы сезім мені өмірімнің шығармашылыққа толы кезеңдеріне қадам басуыма итермеледі. Одан кейінгі 5 жылда мен Next Pixar компанияларын құрып, кейін жұбайыма айналған керемет әйелге ғашық болдым. Pixar компьютермен анимацияланған әлемдегі алғашқы фильм ойыншықтар хикаясын шығарған компания қазіргі таңда әлемнің ең үздік анимациялық студиясы. Одан кейінгі жағдайлардың да сәті түсіп, Apple Next компаниясын сатып алып, мен Apple-ға оралдым. Біздің Next-те ойластырған технологиямыз Apple-дың қазіргі жандануына негіз болды. Лоуренс екеуміздің де бақытты отбасымыз бар. Мені Apple-дан жұмыстан шығарып жібермегенде осы аталғандардың ешқайсысы орындалмаушы еді. Оған сенімдімін. Мен бұл жағдайды дәмі ащы дәріге теңеймін. Емделіп жазылып шығу үшін маған сол дәрі керек болды. Өмірде кейде күтпеген жерден басыңа кірпіш түскендей сәттер болады. Бастысы үмітті жоғалтпау. Менің үнемі алға қозғалуыма себеп болған нәрсе жақсы көретін ісімнің болуы. Сендер де оны табасыңдар. Бұл жақсы жұмысты да, махаббатыңды да табуға қатысты. Жұмыс кез келген адам өмірінің өте үлкен бөлігін қамтиды. Сол себепті бақытты өмір сүргің келсе, менің ойымша, ұнататын және маңызды деп санайтын ісіңмен айналысу керек. Егер әлі өз ісіңді таппасаң, іздене бер. Тоқтама. Жүрекке байланысты кез келген нәрсе сияқты өз ісіңді тапқанда жүрегің сезеді. Және кез келген қарым-қатынастағыдай еңбек етсең, барлығы жыл өткен сайын тек жақсара түседі. Сол себепті іздене бер. Бастысы тоқтама. Үшінші оқиға өлім туралы. 17 жасымда бір жерден мына сөздерді көзім шалып қалды. Сөзбе-сөз бұлай болмауы мүмкін, бірақ мағынасын жеткізе аламын деп ойлаймын. Әр күніңді соңғы күніңдей өткізсең, әйтеуір бір күні дұрыс шешімге келесің. Осы сөздің маған қатты әсер еткені соншалық, содан бері өмірімнің соңғы 33 жылы бойы таңертең оянып, айнаға қарағанда бүгін өмірімнің соңғы күні болса, осы жоспарлаған жұмыстарымды істегім келуші ме деген сұрақ қойып келе жатырмын. Және осы сұраққа жоқ деп жауап берген кездері бір нәрсені өзгерту керек екенін нақты білдім. Өмірімдегі ең ауыр күрделі шешімдерді қабылдауға итермелейтін тәсілдердің бірі жақында өлетінім туралы ойлау. Себебі жұрт не ойлайды? Өркөкіректік, сүрінуден немесе қателесуден қорқу барлығы өліммен бетпе-бет келгенде түкке тұрмай тек маңызды дүниелер қалады. Расымен, кейде материалдық құндылықтарға немесе тағы басқа дүниелерге тым көп көңіл бөліп,
артық қимыл жасасақ, қателессек, солардан айырылып қалардай сезімде болуымыз мүмкін. Өзіңді осылай сезінбеуге бір күні бұл өмірден кететінің туралы ой көмектеседі, себебі өмірге қалай келсең, солай кетесің. Жүрегіңді тыңда, оны тыңдамауға себебің де жоқ. Осыдан бір жыл бұрын ағзамда қатерлісік табылды. Таңғы 7:30 шамасында сканерге түстім. Онда ұйқы безімде қатерлісік бар екені анық көрініп тұр. Оған дейін мен ұйқы безінің не екенін де білмедім. Дәрігер оның өте сирек кездесетін ауру екенін және емдеуге келмейтінін айтып, әрі кетсе 3 пен 6 айдың аралығында өмір сүретімді ескертті. Сонымен бірге үйге барып шаруаларымды реттеп, аяқтауға кеңес берді. Әдетте дәрігерлер науқастарды осылай өлімге дайындайды екен. Яғни, бұл балаларыңа 10 жылда айтпаған ақыл кеңесіңді, әңгімеңді бірнеше айда айтып үлгеру. Артыңда қалған отбасын қиналып қалмайтындай, барлық жұмысыңды тиянақтап кету. Барлығымен қоштасып үлгеру дегенді білдіреді. Сол диагнозбен мен бір күн өмір сүрдім. Кеше маған биопсия жасады. Эндоскопты тереңінен тамағыма кіргізіп, асқазанымнан өтіп, ішегіме түсіп, инені ұйқы безіме салып, бірнеше жасушасын алды. Мен ес-түссіз жаттым. Бірақ сол уақытта бөлмеде болған жұбайымның сөзінше, жасушаларды микроскоппен қарағанда дәрігерлер жылап жіберген, себебі мендегі қатерлісік ота жасалса емдеуге келетін ұйқы безі қатерлісігінің сирек формасы болып шықты. Ота жасалды, қазір жағдайым жақсы. Өлімге ең жақын келген сәтім сол болды. Және алдағы бірнеше 10 жылдықта одан өзгесі болмайды деп үміттенем. Басынан осындай жағдайды өткізген адам ретінде мен сіздерге өлімнің пайдалы және таза интеллектуалды концепция болғанын айталам. Ешкім өлгісі келмейді. Тіпті жұмаққа барғысы келетін адамдардың өзі ол жаққа бару үшін өліп кетуге дайын емес. Сол себепті өлім баршамызға ақыр соңында бетпе-бет кездесетін құбылыс. Одан ешкім қашып құтылған емес. Және солай болуы да керек, себебі өлім адам өмірінің ең үздік өнер табысы. Ол біздің өмірімізде өзгерістер агентінің рөлін ойнайды. Ол өмірімізді ескі нәрселерден тазартып, жаңа дүниелерге орын босатады. Мысалы, дәл қазір жаңа зат ол сіз, бірақ біршама уақыт өткеннен кейін сіз ескіге айналасыз. Сол себепті сізге де орныңызды босатуға тура келеді. Драмаға тол сипаттауым үшін кешірім өтінем. Бірақ өмір осындай. Уақыт шектеулі, өзіңіз қаламаған өмірді сүрмеңіз, басқа адамдардың көңілінен шығуға тырыспаңыз. Олардың пікірі, ойы, сіздің даусыңызды, ішкі ойыңызды басып тастамасын. Және ең бастысы, жүрегіңіз бен түйсігіңізді тыңдаңыз, соларға сүйене біліңіз. Дәл сол екеуі, кім болғыңыз келетінін о бастан біледі. Қалғаны айтарлықтай маңызды емес. Жас кезімізде біздің буын үшін құнды қазына «Жер шары каталогы» атты басылым болатын. Оның авторы Стюарт Брант есімді жігіт. Ол аталған басылымды Менло паркке жақын жерде өзінің шығармашылық көзқарасымен дүниеге әкелді. Шамамен 60-шы жылдардың соңында, яғни дербес компьютерлер мен баспа жүйелері пайда болғанға дейін. Сол себепті барлық жұмыс жазу машинасы, қайшы және полароид камерасының көмегімен жасалатын. Google'дың 35 жылдан кейін пайда болғанын ескермесек, ол журнал осы Google'дың қағаз нұсқасына ұқсас болды. Мінсіз түрлі аспаптары ойластырылған көптеген идеясы бар. Стюарт пен оның командасы жер шары каталогының бірнеше шығарылымын жасап, басылым шарықтау шегіне жеткеннен кейін соңғы басылымды шығарып жұмысын тоқтата қойды. Ол кез 70-ші жылдардың ортасы, мен шамамен осы сіздердің жастарыңызда болғам. Олардың журналының соңғы нөмірінің артында таңертең түсірілген жолдың фотосуреті бар. Тапқырлық танытып, әрекетшіл болсаңыз, сіз де бір күні сол жолмен автостоппен саяхатқа барасыз. Сол суреттің астында «Аш бол, албырт бол» делінген. Олар осылайша оқырмандарымен қоштасқан болатын. Аш бол, албырт бол. Мен өзіме осыны тілеймін. Оқу орнын бітіріп, жаңа кезеңге қадам басып жатқан сіздерге де тілерім осы. Аш бол, албырт бол. Барлығыңызға рахмет. Тобыл медиамен аударылған және дыбысталған.